Аламан көрсе, арқасы қозып, жүйрікке тілектес болып, тақымын қысып отыратын біздің қазақ байырдан атқа құштар. Бүгінгі аймақтық жарыс бұрынғыдан өзгерек болады. Бүгін 5 ауылдың палуандары аударыспақтан 85+5 және де 95+5 салмақта аударыспақтан теңгелуден жарысатын болады. Бүгінгі палуандардың, яғни шынайы жүйріктердің жарысына куә болыңыздар. Өзбекбай Бағдат Жалағашудан Аққұм дүниеге келдім. Спорт жөнінде, ат спорт жөнінде мынау енді көпшілік қатысқаны дұрыс негізі. Денсаулыққа да пайдалы атқа мінген. Өзім облыс бойынша бірінші орын алдым 2018 жылы, 2019 жылы Қармақшыда екінші орын алдым алтын көз спорт мерекесінде. Наурыздарда, мейрамдарда қатысып орын алып жүрміз, жүлделі болып. Қарсыластарда жақсы болды, жақсы дайындық болған, мықты болды бәрі. Мұсылман бастауәні аты менен Алланың, қазақ ел ерліктердің дастан әні бірлік еткен қорғаны, ұлтымыздың жау жүректік қасқалары азаттық ет арманы. Енді мені ел болдың асқаралы арайланды таңдары. Көтер көкке туыңды, ала жері айбадыңды танып. Қиындықтың бәрін ұмытса екен қайғымыңды қалып. Жаратқан қылсын еліме ай күнімді жарық. Бар әлем алдында алашорды қанызыңды танып. Қазағыма әнмен шашу арнағасын жырытейін ел үшін. Қыран құстай биігіңде самғағасын арылмайды келісім. Бабалардың өзі елін жалғағасын кеңейеді өрісім. Тектіліктің символысын сен ғанасын қазақ елі мен үшін. Көтер көкке туыңды, ала жері айбадыңды танып. Қиындықтың бәрін ұмытса екен қайғымыңды қалып. Жаратқан қылсын еліме ай күнімді жарық. Бар әлем алдында алашорды қанызыңды танып. Мен Сағатбек Қайыржан, Аққұм ауылының тумасымын. Бүгінгі ауылда теңгелі ат спортынан жарыс болған, бірінші орын алдым. Жарыс жайлы айта кететін болсақ, енді бүгінгі жарыс жақсы өтіп жатыр. Ат спорты ауылда дами берсін, одан әрі жалғасын таба берсін.
таңдап басады алаштың баласы, өз елі өз жері қалдырған бабасы. Бір түйір топырақ, бір тамшы қара су, қазаққа ғана тән қазақтың ей даласы бе. Бүгінгі дүбірлеген тартысқа толы мықтылардың жарысы тәмамдалды, және де топ жарғандар жүлделі орын алды. Бүгінгі жарыстан топ жарған Ұлан бауырымыз 2000 жылы осы Аққұм ауылында дүниеге келген. Түйе балуандардың арасынан өзінен еселеген үлкен жігіттерді шықты. Күш атасын танымайтын тағы да бір дәлелдеді. Ассалаумағалейкум, мен бүгін жүлделі бірінші орын алдым. Қатысып жүргеніме бір 2 жылдың көлемінде болды. Кішкентай салмақтан осы түйе балуанға келіп қалды. Қармақшы ауданынан алтын күз спартакиадасынан екінші орын алдым. Аудан аралық және мерекелік наурыздардан түрлі жүлделі орындарды алып жүрмін. Енді мынау жарыс жақсы өтті. Палуандардан мықты екен. Әзір соның ішінен бағым және бірінші орын алдым. Рахмет. Алдағы уақытта Ұланға сәттілік тілейміз, және де Ұлан секілді батырдың тұлғасындай бітімі бар, және де қазақы ұлттық ойынымызды насихаттап жүрген жігіттеріміз көбейсін дейміз. Ең бастысы сайысқа қатысқанның өзі жеңімпаз дегім келеді. Сайысқа қатысушы жігіттерге біздің азғантай сыйлықтарымыз, дипломдарымыз бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер.